4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік рәміздер қоғамның саяси бір бөлігі болса, ол елдің рухани дамуына, идеялдық адамгершілік сипатының өркендеуіне және де тәуелсіз идеяның қалыптасуына алып келетін бірден-бір себепші. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін нышан. Оларға биік мәртебе 1992 жылдың 4 маусымында беріліп, дәл осы күн рәміздер күні болып бекітілген болатын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков, ал елтаңба авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов. Еліміздің қазіргі әнұранына 2005 жылы өзгертулер енгізіліп, әнінің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тәуелсіздік тұғырының тұтқасы болған еліміздің рәміздері жайында білу әрбір азамат пен азаматшаның міндеті. Бүгін 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Бұл күн халық үшін өте маңызды болып өтуі тиіс. Ұлттық рәміздерге не жатады? Ту, елтаңба, әнұран. Қазіргі таңда көп жастар әнұранның да сөзін ұмытып жатыр. Бұл дұрыс емес. Қазақстан Республикасының әрбір тұрғыны біздің мемлекеттік рәміздерді қадірлеуі тиіс. Қазақстан Республикасының рәміздер күні 1992 жылы 4 маусымда қабылданды. Қазіргі биыл 2015 жылы рәміздер күніне 23 жыл мерейтойын атап өтеміз. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Ту, елтаңба, әнұран. Бұлар тәуелсіздігіміздің айбыны ғана емес, ол аталар мұрасы, халық қазынасы.